Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сәбіз шырының пайдасы туралы айтатын боламыз. Сәбіз шырының адам ағзасына өте пайдалы дәрумендердің бірі. Сәбіздің құрамында микроэлементтер темір, калий, фосфор, магний, иод, хром, фтор көп мөлшерде кездеседі. Сәбізде ақуыз, көмірсу және А, В, С, Е, К дәрумені бар. А дәрумені көздің көруін жақсартады, бойды өсіреді. Е дәрумені қатерлі ісіктің алдын алады. С дәрумені иммунитетті көтереді. В дәрумені ішектің микрофлорасын реттеп, шаштың түсуін тоқтатады. Сәбіз шырыны жүрек қан тамыры ауруларының, авитаминоздың, артриттің, қаназықтың, бауыр мен бүйрек ауруларының алдын алады. Жүкті әйелдер сәбіз шырыны ішсе қаназықты болдырмай, гемоглобинді тұрақты ұстап отырады. Қант диабетімен ауыратындар үшін қандағы қант көлемін тұрақтандырады. Сонымен қатар сәбіз шырыны беттегі қара дақтың кетуіне көмегін тигізеді. Сәбіз шырынын аптасына 2 рет ішсеңіз, деніңіз сау болады және қартаюдың алдын алады.